Биік әрі пышный болып шығатын шифоновый бисквиттің рецептісімен бөлісемін. Жұмыртқаның ақ уызы мен сарысын бөліп аламыз. Ақ уызын бөлек миксерлейміз және қанттың 3-тен 2 бөлігін біртіндеп салып, миксерді жылдамдатамыз. Дәл осындай меренгі болғанша миксерлейміз. Жұмыртқаның сары уызына қалған қантты салып, қант ерігенше, аппақ болғанша миксерлейміз. Үстіне сүт құямыз және сұйық май құйып, жақсылап барлығын миксерлейміз. Бөлек ыдыста ұн мен қопсытқышты біріктіріп араластырамыз. Массамызға меренгінің 3-тен 1 бөлігін салып, жақсылап барлығын біркелкі етіп араластырамыз. Үстіне ұнды ситыдан өткізіп салып, оны да біркелкі болғанша араластырамыз. Дәл осылай кезек-кезегімен 3-4 бөлікке бөліп салып, барлығын араластырамыз. Қамырымыз дайын болды. 24 диаметрлі формаға салып, алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 35-40 минут пісіреміз. Мінекей біздің бисквитіміз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет болып көтерілді. Енді дайын болған бисквитті кері аударып, суығанша осылай қоямыз. Сонда біздің бисквитіміз басылып қалмайды. Бисквитті 2-ге немесе 3-ке бөліп, кез келген тортты жинай беруге болады. Немесе біз сияқты осылай кремсізде өзін жесеңізде өте дәмді.